сұрақ жауап басталды. Сен айтылмай қалған, бірақ ел білу керек деп ойлайтын шындық бар ма? Енді бүгін бәріне біраз сұраққа жауап берем. Негізі жеке өзіме келген кезінде өзім өмірбаяным туралы сіздерге бәрін ашық, даже видеода болсын, инстасериал, одан бөлек былай да жалпы білесіздер ғой мен туралы. Одан артық особо бір шындық, бір айтылмай қалған нәрсе бар деп ойламаймын. Ал енді соңғы жаңалықтарға келетін болсақ, ол жерде бар енді. Ол туралы енді айтам ғой бәрібір, қайға барам айтпай. Сіздерге бәрін айтуым керексіздер, білу керексіздер деген сияқты. Енді соңғы кездері шынымен де стористе жоқпын, видео рил салып жүрген жоқпын. Енді активный болып бастаймын. Видеомда түсіріп басқасында просто кішкене жаңалықтар болады алдағы уақытта, соны күтіңіздер. Соның шаруаларымен кішкене уақыт болмай жатқаны бар. Еще скоро Жаңатасқа барып қайтуым керек, тағы да Тараз жаққа. Ол кезде де тағы бір жаңалықтар болады деп. Сол үшін енді менен тек жаңалық күтсеңіздер болады. Енді активный боламын достар. Күніге сіздермен связьдамын ғой. Енді бұл сұраққа жауап берсем, негізі шақырылған адамдардың қатарында мен де бармын. Енді оны алдағы уақытта білесіздер. Жалпы күшті болатын сияқты, енді бәрі қызық болатын сияқты деп. Жалпы айтылмаған заттар өте көп. Негізі бар арасында айтылмағандар. Оны естісеңіздер, сіздер кішкене шок болып қалатын едіңіздер. Жалпы негізі екеуміз арамызда бір келісім болған, то что арамыздағы кез келген жағдайды, ситуацияларды, болған нәрселердің ешқайда айтпаймыз деген сияқты. Мен өзім сөзімде тұратын адаммын. Енді майда әңгімелерді айтып, адамның артынан кішкене сөз айтқан нәрсені онша ұната бермеймін. Және де өйтіп бықсығым келмейді, шыны керек. Сол үшін де сондай. Қараңыздар, мына менің 5 жыл бұрынғы суретім. Асылхан әлі 1 жасқа толмаған. Мына кезінде ең бірінші ажырасқан кезім. Общежитиеде тұрып жатырмын, отдельно кетіп қалғам. Садикте жұмыс жасап жатырмын. 2 баламмен бірге садикте жұмыс жасап жатырмын. Бұл кездегі Айгүл, қараңыздаршы, көзінде мүлдем оты жоқ ешқандай да. Қазіргі Айгүлмен салыстыратын болсаңыздар, енді айырмашылық жер мен көкте. Даже мына ерте жаспын, 23 жасамын. Бірақ көзінде оты жоқ, мына өмірден уже қасындағы ең жақын деп таңдаған адамның өзі қаншама нәрсе істеп, содан ажырасып, ең қиын момент қой енді, өмірімде қиын моменттердің бірі. Осы кезде менің мотивациям 2 балам болды. Солар үшін мен өзімді қолға алуым керек, мен жұмыс жасауым керек, бұларға мен жаман өмір көрсетпеуім керек деген мақсат. Және де жұмыс. Менде болды басқа нәрсеге, басқа ешқай нәрсеге ойымды басымды қатыру болған жоқ, және ойлануға да уақытым болған жоқ. Шынымен де сіздер осылай жазған кезінде кәдімгі күшті болып қалам, мен де шабыт қалам. Прям басқаша сезімді. Мен түсіндім, осы недавно ойландым да Құдайдан. Маған қаншама сынақ берді Құдай. Оның бәрі жайдан жай емес. Және де осыншама аудитория берді маған. Қаншама қыз-келіншектер мені қарайды. Және де мен осы инстасериал сіздерге бүкіл өмірімді қалай бір солай көрсеттің өзінде, мен сол кезде сол шешімге сол арқылы келдім. Маған просто так берген жоқ, значит мен осы өмірімді полностью көрсетуім керек адамдарға. Қалай бар солай. Мен де идеальный емеспін. Мен сіздерге қалай бар өзім солай бәрін көрсетіп айтам. Және де сол арқылы сіздер өздеріңізге керек жерін іліп аласыздар да, керек емес жерін былай істеген дұрыс емес екен ғой деп оны да іліп аласыздар. Сол үшін де мен тек қуаныштымын, егер де сіздерге бір осындай кішкене болсын бір мотивация болып, бір шабыт беріп жатсам. Ол арқылы мен сіздерден шабыт аламын ғой. Представляете, қалай жұмыс істейді бәрі. Мына жерде кішкене қате жазылып кеткен сияқты. 2-ші рет тұрмысқа шығуға бола ма, бір қызым бар менде дейді. Қатты ойлану керек, бірақ қыздар, 2-ші рет тұрмысқа шығатын болсаңыздар, өте қатты. Жігіттің қаншалықты ол добрый, қаншалықты сізді сыйлап тұр, қаншалықты сізді жақсы көріп тұр, қаншалықты сіз болғандай сіздің жалғыздығыңызды ол қаншалықты толтырып тұр, қаншалықты қауіпсіз болып тұр ол адам. Сол адамның қасында өзіңізді қалай сезінесіз? Прям өте бәрін қыздар 2-ші рет тұрмысқа шығатын болсаңыздар қатты ойланып, 7 рет өлшеп 1 рет кесеміз, 1000 рет өлшеп 1 рет кесетіндей болып ойлану керек. Вот мен сіздерге айтайын. Әйтпесе, тем более қызыңыз бар. Өте қиын. Мен Бағдәулет деген жігіт жазыпты.
отношения құруға қалай қарайсың, тек жақсы ниетпен дейді. Сонда сіздердікі бөлінеді ма, жақсы ниетпен, жаман ниетпен деп? Просто сізге бір-ақ нәрсе айтқым келеді. Ниетіңіз жақсы болсын. Қандай ситуацияға болса да, қандай жағдайға, даже қызға, ойыңыз, ниетіңіз тек жақсы болсын. Қараңыздар, енді мен где-то прокачивала деп айтпаймын женская энергетика туралы, жалпы ол жизненный опыт деп ойлаймын. Қараңыздар, қаншама қиындықтар, қателіктер, жақын адамдарын жоғалту, қаншама сынақтар, өз-өзін жақсы көруді үйрену, осының бәріне өткен кезде бір іште өзінде бір өзгерістер пайда болады. Және де қаншама сынақтардан өтсең де өзінің жүрегіндегі бір жұмсақтықты жоғалтпау деп айтқым келеді. Және де өмірге ашық болу, қандай ситуация болса да жақсы нәрсе болатынына сеніп, жарқырап жүрудің өзі, кәдімгідей өзінің ішкі өзіне деген жұмсақтық, өзіне деген махаббатты жоқ қылып алмасан, и сол кезде бір сенде бір күшті бір сол женская энергетика сезіледі деп ойлаймын. Осы жолы күшті сұрақтар болып жатыр. Мен байқап жазуға ерініп жатырмын, текст сол үшін осылай бірден ауызбен бәрін айтып жатырмын да. Мына сұраққа жауап берсем, жоқ деп ойлаймын. Себебі жалғыздық ол таңдамайды, адамның қасында біреу бар, жоқ деген нәрсеге. Себебі жалғыз болып та адам өз-өзімен бақытты болып, өзін жалғыз сезінбей күшті өмір сүруі мүмкін. Ал кейбір адамдар қасында адам көп болса да, жақсы көретін адам бар болса да өзін жалғыз сезінуі мүмкін. Сол үшін ең маңыздысы адам өз-өзімен жақсы қарым-қатынаса қалуы маңыздырақ па деп ойлаймын. Себебі жалғыздықтың орнын басқа адаммен толтыру кішкене қателеу сияқты. Себебі сен өз-өзімен қала алмасаң, өз-өзімен жақсы сезіне алмасаң, өзің жалғыз кезінде, сен басқа адам ол жалғыздықты толықтырып, сені бір күшті сезініп кете алмайсың. Сол үшін де асығыс ол үшін тұрмысқа өзін жалғыз сезінген үшін шығып кету. Не деймін болып тұр ғой. Достар, мен үйім жоқ, ешкім үй алып берген жоқ, өзім артында жазылған собственный ондай жоқ болды. Арендада тұрам. Так, өте көп болған, араласпай кеткен адамдар өте көп болған. Себебі мен қасымда болса, менімен сөйлесіп, мен іздеп тұрсам, мен адамдармен араласам жақсы. Бірақ егер де ол жақта ондай нәрсе болмаса, мен өзім адамды іздеп тауып, ондай нәрсем особо жоқ негізі. Басында любой нәрсе маған қызық болуы мүмкін, кейін уақыт өте келе кішкене онша қызық болмай қалады. Адамдар да сондай, өкінішке орай, неге білмеймін, ол дұрыс емес, негізі білемін оның дұрыс емес екенін. Бірақ мен ондай қатты іздемеймін, адамды қатты іздеп араласпай кеткен кез негізі өте көп болды, қандай жақын адам болса да. Өзім қазір